Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Мария Макфаровна Ибышева, учитель истории в школе-гимназии номер 144 Алмалинского района. Значит, тема моего авторской работы является «История современности» для учащихся 8 классов. «История современности» – авторская программа моя. Эта программа построена на современных методических принципах, компетентностном подходе, методах критического мышления, проектной и исследовательской деятельности. Использованы инновационные образовательные технологии в этой программе, интерактивные методы, работы с историческими источниками, мультимедийными. Работа соответствует последним достижениям педагогической науки и практики преподавания истории. Как я озвучила, моя авторская работа – это элективный курс общеобразовательных гимназических и лицейных компонентов. Авторская программа на 1 час в неделю, всего 34 часа. Значит, задачи предмета – это образовательные, развивающие, воспитательные и интерактивные прикладные. Инновации в этой программе – это проблемно-аналитический подход, использование междисциплинарных связей, принцип спиральности, активные формы работы, ориентация на функциональные. Дальше в продолжении программы учитываются современные методологические подходы к обучению. Первый – это компетентностный подход, акцент на формировании не только знаний, но и практических навыках их применения. Спиральное построение содержания – это постепенное усложнение материала и укрепление межпредметных связей. Проектная исследовательская деятельность моей программы – это формирование умения анализировать источники, делать выводы и представлять результаты. Направленность программы. Направленность программы моей авторской работы – это является развитие и воспитание личности, сохранение психофизиологического и социального здоровья, экономическая, экологическая, энтопедагогическая направленность, гуманистический, интеграционный и инновационный подход в соответствии с требованиями и научности. Констатирующая содержательная часть, первая часть раздела является «Казахстан в XVIII веке и начало формирования современной государственности». Это политическая карта Казахстана XVIII века. Учебная цель, здесь подходим познакомить учащихся с территориальными делениями, политическими особенностями казахских жузов. Содержание программы – это обзор территориального устройства страны, основные политические единицы, роль ханской власти. Ожидаемый результат здесь для 8 классов учащиеся умеют обозначать на карте территории 3 жузов, описывать их основные характеристики. Конечно же, в карте-схеме казахские жузы и территории. Здесь же, конечно же, в этом же разделе обязательно учитывается влияние природы на жизнь казахов. Учебная цель – это формировать понимание взаимосвязи человека и природной среды. География и климат Казахстана, влияние степей, рек, лесов на хозяйственную деятельность. Ожидаемый результат, конечно же, учащиеся описывают природные условия и их влияние на жизнь населения. Иллюстративная карта, природные условия, образовательный продукт. Конечно же, это иллюстративные карты. Следующий раздел – это культурное наследие XVIII века. Здесь учитывается учебная цель знакомить традициями, обычаями культуры казахского народа, образ жизни, народные праздники, устное народное творчество, ремесла. Ожидаемый результат именно культурного наследия XVIII века учащиеся описывают основные элементы культуры, объясняют их значение. Образовательный продукт – это у нас эссе «Культура традиции казахского народа». Степень обоснованности и достоверности результатов и выводов программы. Значит, мы уже приходим к выводу, каждый результат научного положения и вывод программы истории современности имеет высокую степень обоснованности и достоверности, что обеспечивают следующими факторами. Это научная база. Содержание программы сформировано на основе современных исследований в области истории Казахстана, методики преподавания истории и методической науки. Исторические факты, проведенные по авторитетным источникам, что гарантирует их достоверности.
В соответствии с образовательным стандартам все цели и ожидаемые результаты программы выведены в соответствии с требованием обновленного содержания образования, компетентностного подхода и образовательных стандартов Республики Казахстан. Логическая связь между результатами и методами является: каждый результат обучения имеет конкретное методологическое обоснование. Например, развитие критического мышления обеспечивают анализом исторических источников и выполнение проектных заданий, формирование гражданской позиции, дискуссиями и кейс-работой. Проверяемость результатов. Значит, если прийти к результатам, достижения учащихся оцениваются с использованием критериальных и диагностических инструментов, что используется, что позволяет объективно определить степень освоения умения и личностных компетентностей. Научная обоснованность выводов. Если к выводам мы приходим, то в конце авторской программы, значит, в этой работе, ребята, вывод программы обоснован на сопоставлении исторических данных, современных образовательных подходов и опыта внедрения прикладных курсов. Гипотезы, выдвигаемых в ходе программы, подтверждаются учебно-исследовательской деятельностью учащихся и проверкой результатов практики уроков. Каждый элемент программы – это цели и задачи до ожидаемых результатов и заключения. Обладает научной обоснованностью, достоверностью и проверяемостью, что делает курс надежным инструментом современного исторического образования. Спасибо за внимание. Добрый день, уважаемые коллеги. Мои выступления по авторской программе «Основные законы. Практическое применение физики методом проблемного обучения». Я учитель физики из школы и гимназии 144 города Алматы. Данная программа для учащихся 8 класса, программа элективного курса. За 34 часа по 1 часу в неделю. Итак, цель моей программы – формирование у обучающихся системного представления о тепловых явлениях и законах постоянного тока через решение проблемных ситуаций и их практическое применение в повседневной жизни. Задача программы – систематизировать знания о тепловых явлениях и законах постоянного тока через проблемное обучение. Сформировать навыки решения задач по темам тепловые явления и постоянный ток. Развить экспериментальное умение при изучении тепловых процессов, электрических явлений, научить применять знания о тепловых электрических явлениях в бытовых условиях. Развить критическое мышление через анализ теплового движения и электрических процессов. Сформировать навыки безопасного обращения с электрическими приборами. Воспитать бережное отношение с энергетическим ресурсом. Развить проектные умения в области теплотехники и электротехники. Ожидаемый результат. Учащихся демонстрируют глубокое понимание тепловых явлений, законов постоянного тока, успешно решают задачи по термодинамике и электричеству, уверенно проводят эксперименты с тепловыми электрическими процессами, грамотно применяет знания при использовании бытовых электроприборов, анализирует тепловые электрические процессы в различных системах, соблюдает правила электробезопасности, демонстрирует энергосберегающее поведение, создает практико-ориентированные проекты по изучаемым темам. Новизна программы заключается в практико-ориентированном подходе к изучению тепловых электрических явлений через создание проблемных ситуаций, связанных с реальными бытовыми техническими задачами. Программа включает современные достижения в области теплотехники и электротехники. Программа учитывает возрастные особенности восьмиклассников и обеспечивает безопасность при проведении экспериментов с электричеством. Межпредметная связь реализует через интеграцию с химией при изучении электролиза, с математикой при расчетах, технологии при изучении принципов работы бытовых приборов. Содержательная часть моей программы – это основы молекулярной физики 8 часов, тепловые процессы 8 часов, электрические явления 10 часов, законы постоянного тока 8 часов. И тут же я хочу сказать, что используем данную программу очень... Я, например, сама работаю в гуманитарной школе, у нас в физике 2 часа, и данный элективный час дает возможность при решении, применении задач
по физике, применение электроприборов, объяснение теплового явления и в жизни, скажем, для определенных научных проектов. Например, по данному содержательному часту я часто с детьми работаю по таким творческим работам. То есть дети строят свой дом, где объясняет построение материала дома по тепловому явлению и проводимость электрического тока по электрическим явлениям. Ну и, конечно, электроприборы. Здесь же я хочу вам показать следующее. То есть вы видите фотографии детей, которые работали над этими проектами, то есть своими творческими работами. Конечно, здесь рисунок только начало, когда мы начали рассматривать, что такое электричество и что такое проводимость тепла. И, наконец, в заключение своего выступления хочу сказать следующее. Данная программа направлена на формирование у обучающихся системных знаний о тепловых явлениях и законах постоянного тока, а также на развитие практических экспериментальных проектных умений. Реализация программы обеспечивает условия для повышения уровня естественно-научной грамотности, формирования навыков безопасного рационального использования энергетических ресурсов, применения физических знаний в повседневной учебно-практической деятельности. Программа соответствует возрастным особенностям обучающихся и способствует развитию познавательной активности мышления. Спасибо за внимание. Мен нөмірі 144-ші мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімін, Қыстауова Венера Қабылханна. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы контекстік оқыту негізінде жазылым мен грамматиканы меңгерту, яғни 5-ші сыныптар арасы. Білім болашақтың валютасы, ал оны иеленген адам ең бай адам деген екен Элвин Тофлер. Расында білім болашақтың валютасы, болашаққа бастар жол. Білім бір орында тұрмайды, ол үнемі дамып, әлемдік жаңа инновациялармен толықтырылып отырады. Соңғы жылдары білім беру саласында ауқымды өзгерістер орын алып келеді. Қазіргі қоғамда білім ел дамуының стратегиялық капиталы, адам ресурсының ең құнды бөлігі ретінде қарастырылады. Заман талабына сай тұлға қалыптастыру мұғалімдердің рөлі ерекше. Жаңарған білім жүйесі мұғалімнен үнемі ізденісті, икемділікті, заманауи технологияларды меңгеруді және оларды оқу үдерісіне шығармашылықпен енгізуді талап етеді. Бүгінгі мұғалім тек білім беруші ғана емес, оқушының танымдық тұлғалық дамуына бағыт беруші, ойлануға, талдауға және өз пікірін білдіре алатындай оқушыны жетелейтін жетекші тұлға болып есептеледі. Яғни бүгінгі бағдарламаның өзектілігі қазіргі білім беру кеңістігіндегі оқушылардың тілдік және коммуникативтік құзыреттілігін дамыту басты міндеттердің бірі болып отыр. Бастауыштан кейінгі кезең оқушының жазбаша тілін ойлану жүйесін және грамматикалық сауаттылығын қалыптастырудың ең маңызды сатысы. Дәстүрлі жаттығу жүйесі оқушылардың тілдік бірліктерді өмірлік контекстте қолдану дағдысын толық дамытпайды. Осы тұрғыдан контексттік оқыту технологиясына негізделген жазылым мен грамматиканы меңгерту оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыратын, оқу процесін шынайы өмірмен байланыстыратын заманауи бағыт болып табылады. Ал бағдарламаның мақсаты оқушылардың жазылым және грамматикалық дағдыларын контекстік оқыту әдісі арқылы қалыптастыру, яғни тілдік білімді мағыналық жағдаяттармен байланыстыра отырып, оқушының коммуникативтік және шығармашылық қабілеттерін дамыту. Ол дегеніміз не? Яғни сабақта бір жаңа сөзді өтіледі ма? Ол сөзді сөз тіркесіне айналдырады, сөз тіркесін сөйлемге айналдырады, оны грамматика бойынша жазылуын, қалай жазылуын бірден есте сақтап, және диалогке түседі. Яғни бұл контекстік әдісті дегеніміз осы. Ал бағдарламаның
міндеттері ол контексттік оқыту тәсілдерін пайдалана отырып оқушылардың жазылым әрекетін кезең-кезеңімен қалыптастыру, грамматикалық ұғымдарды өмірлік жағдаяттар мен нақты мәтіндер арқылы меңгерту, жазылым барысында тілдік нормаларды мағыналық байланыста қолдануға үйрету, шығармашылық ойлану мен тілдік рефлексияны дамытуға бағытталған тапсырмалар жүйесін құру, мұғалімнің оқыту іс-әрекетінен оқушының белсенді оқыту әрекетіне көшуін қамтамасыз ету. Яғни диалогтерді, яғни жаңа айтып кеткен сияқты сөйлемдерді аламыз және оларды өмірлік жағдаятқа түсіреміз. Диалогтар арқылы деген сияқты. Бұл авторлық бағдарламаның міндеттері, ал жаңалығы неде? Бағдарламаның жаңалығы ол контексттік оқыту мен мәтіндік коммуникативтік әдісті кіріктіре қолдану. Тілдік бірліктері оқшау емес, мағыналық контекстте меңгертіледі. Оқушылар грамматикалық формаларды өмірлік жағдаймен байланыстыра отырып үйренеді және жазылым барысында өз тәжірибесін тілдік әрекетке айналдырады. Бұл әдіс оқушыны дайын үлгіні қайталаушы емес, тілдік мағынаны жасаушы тұлға ретінде қалыптастырады. Яғни жаңа сөз біз әр сабақ сайын өтеміз, сол сөздерді алып сөз тіркесіне айналдыру, одан кейін сөйлемге айналдыру, одан кейін контекстке айналдыру, яғни 2-3 жағдайға түсіру. Солай олар өмірдік тілдік мағынаны жасаушы тұлға ретінде қалыптастыру дегеніміз осы болып табылады. Ұсынылған негізгі әдістер мәтіндік контекст арқылы грамматикалық құрылымдарды дамыту, өмірлік жағдаяттар негізінде жазылым тапсырмаларды ұйымдастыру, диалог, хат, күнделік эссе, сипаттау мәтіндерді сияқты жанрларды қолдану, немесе ең соңғы кезде емес, яғни жобаларда міндетті түрде қолдану, ой шақыру, контекстпен жұмыс, тілдік трансформация, рефлексия кезеңдері арқылы тілдік әрекетті толық циклде дамыту. Күтілетін нәтиже бағдарламаны меңгертуде ол жазылым әрекетінің құрылымы, жоспарлау, мазмұндау, түзетулерді игереді. Грамматикалық формаларды мағыналық контекстте дұрыс қолданады. Тілдік бірліктерді коммуникативтік жағдаятқа сай пайдаланады. Өз ойын жазбаша және ауызша түрде жүйелі жеткізе алады. Қазақ тілінде сауатты жазып, мәтін мазмұнын байланыстыра құра алады. Бұның бәрі жүзеге асады қай уақытта, егер сабақта үнемі осы әдісті пайдаланса. Практикалық мәні бағдарлама қазақ тілі мен мұғалімдеріне арналған әдістемелік құрал ретінде қолданылады. Ол сабақта контексттік және коммуникативтік тәсілдерді кіріктіре отырып, оқушылардың тілдік әрекеттерін дамытуға мүмкіндік береді. Бағдарлама 5-ші сыныптарға сабақ құрылымын жаңаша ұйымдастыруға, жазылым мен грамматиканы өмірмен ұштастыра оқытуға жағдай жасайды. Сәлеметсіздер ме? Нөмірі 144-ші мектеп гимназиясы Мұрат Айман, қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімі. Менің авторлық бағдарламамның аты құндылықтар жүйесі сауда мәдениетінен сандық өркениетке деп аталады. Аптасына бір рет барлығы 34 сағат 10-шы және 11-ші сыныптарға арналған бағдарлама. Бағдарламаның мақсаты оқушыларға қоғамның тарихи мәдени дамуын, оның ішінде сауда мәдениеті, әлеуметтік теңсіздік, құқықтық сауаттылық, цифрландыру және сандық өркениет мәселелерін кешенді түрде қарастыруға мүмкіндік береді. Бағдарлама оқушылардың танымдық, аналитикалық және шығармашылық қабілеттерін дамытуға, қоғамдағы күрделі мәселелерді сыни тұрғыдан қарауға үйретуге бағытталған. Сонымен қатар олар сауда мен экономика, әлеуметтік теңсіздік, құқықтық денсаулық сақтау, сандық технологиялар сияқты тақырыптарды терең зерттеп, өз көзқарастарын ғылыми негізде дәлелдеуге дағдыланады. Бағдарламаның міндеттері: оқушыларға сауда мәдениетінің тарихи негіздерін түсіндіру, оның қоғамның дамуына әсерін көрсету, заманауи сауда қатынастарын, тұтынушы құқықтарын қарастырып, нарықтық экономиканың жұмыс істеу тетіктерін түсіндіру, құқықтық сауаттылық арттыру, оқушылардың заңдарды білу және оларды күнделікті өмірде қолдану дағдыларын дамыту, сандық технологиялардың
даму, электронды үкімет, сандық теңсіздік және олардың қоғамдағы орны туралы білім беру. Заманауи ақпараттардың қоғамның этикалық мәселелерін қарастыру, технологиялардың артықшылықтары мен қауіптерін талдау, тарихи тұлғалардың еңбектерін зерттеу, олардың қоғамдағы тигізетін ықпалын түсіну және тарихи сабақты алуға үйрету. Бағдарламаның өзектілігі. Бүгінгі таңда әлем үлкен әлеуметтік экономикалық өзгерістердің куәсі болуда. Ақпараттың технологиялар мен цифрлық жүйелердің дамуы, сауда мен тұтыну мәдениетінің өзгеруі, құқықтық жүйенің күрделенуі, әлеуметтік теңсіздіктің артуы, осының бәрі қазіргі қоғамның басты мәселелеріне айналып отыр. Бағдарлама оқытудың интерактивті әдістеріне негізделген. Пікірталас пен дискуссиялар, қоғамдағы өзекті мәселелерді талдау, зерттеу жұмыстарын деректі саралау және қорытынды жасау, жобалық оқыту практикалық тапсырмалар мен шығармашылық жұмыстар, кейс стади әдісі, нақты өмірлік жағдайларды зерттеу арқылы шешім қабылдау дағдыларын дамыту, креативті жазу және медиа сауаттылық оқушылардың ойларын еркін жеткізуге мүмкіндік береді. Бағдарламаның бағыттылығы. Бағдарлама оқушылардың сыни ойлауын дамытуға, ақпаратты талдау және оның тәжірибеде қолдану қабілетін арттыруға бағытталған. Нәтижелері. Жалпы шығарманың оқыту нәтижелеріне бағдарламаның тілдік ерекшеліктерін таниды оқушылар. Әрбір бағдарлама шығарманы оқи отырып, мысалы 7-ші сыныпта біз көптеген ақын жазушылардың өмірімен, олардың шығармашылығымен таныс боламыз. Мысалы, осы менің бағдарламамда Абай Құнанбайұлының өмірі туралы жазылған, яғни Мұхтар Әуезовтің Абай жолы шығармасын, соның бірінші қайтқанда тарауы бойынша талдау жасаймыз. Және қазіргі авторлардың өмірімен байланыстырып, талдау жұмысын жасай отырып, оны орыс тілді сынып болғандықтан оқушылардың сөздік қорлары өздеріңіз білетіндей шорқақ болып өз ойын жеткізуде қиналады, бірақ соларға мүмкіндігінше жеңілдетілген түрде беріліп талдау жұмысын жасауға көмектесіледі. Яғни бағдарламада қолданылатын әдіс тәсілдер. Бұл жерде пікірталас, сұхбат, диалог, монолог түрінде өз ойын жеткізу. Яғни оқушылардың бойында сыни ойлау қабілетін дамыту мақсатында берілетін көптеген тапсырмалар қолданылады. Әдістер қолданылады. Шығарманың авторлық бағдарламаның ақпараттық әдістемелік бөлімінде өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай коммуникативтік, шығармашылық және рөлдік, ситуативтік әдіс, дифференциация әдісі және қайталау әдістері қолданылады. Жаңа өздеріңізге айтып кеткендей, нормативтік бөліміндегі бұндағы бірнеше тақырыптық сабақтың тақырыптарын қойдым. Яғни өздеріңіз білетіндей, бұл 34 сағаттық тақырып әдеби кейіпкерлер және сөйлеу дағдысы. Яғни бұл жерде кейіпкерлерді таниды, олардың іс-әрекеттерін талдай біледі. Кейіпкер мінезін тану, яғни олардың жасаған әрқайсының іс-әрекеттерінің негізінде мінездеріне талдау жасап, өз ойын жеткізе білуге көмектеседі. Кейіпкер портреті, мен кейіпкермін, яғни бұл жерде оқушы өз атына монолог құрып, өзі кейіпкер ұнаған жағымды өзінің кейіпкер рөліне кіріп, сол кейіпкердің орнына өзін қойып, өзінің қандай да бір жағдаятта өзін қалай көрсететінін жеткізе білуге тырысады. Жаңа айтып кеткендей, Абай жолы роман эпопеясындағы кейіпкерлер және заманауи кейіпкерлер секілді тақырыптарды талдап, оқып, бірінші танысып оларды талдап, сол арқылы кейіпкерлердің іс-әрекетін, мінезін талдау жүргізе біледі. Яғни шығарман авторлық бағдарламам жалпы осы болып табылады. Оқушылардың бойында құндылықтарды дамытуға және сонымен қатар сөздік қорларын байытуға, шығармашылық қабілеттерін дамыта білуге, жеке, жұпта, топта жұмыс жасай білуге көмектеседі деген ниеттемін. Назар көп тыңдағандарыңызға рахмет. Оқушылардың ойында шығарманың кейіпкерлерін талдай отырып, өмірлік ұстанымдарын қалыптастыру, адамгершілік құндылықтарға баулу болып табылады. Авторлық бағдарламаның жалпы жұмыстың бағыттылығы тілдік дамытушылық, әдеби танымдық бағыт және тұлғалық құндылықтық болады. Бағдарламаның жалпы бағалау принциптеріне үздіксіз бақылау, яғни әрбір сабақ сайын оқушыларды үздіксіз бақылап. Нәтижелері. Жалпы шығарманың оқыту нәтижелеріне бағдарламаның тілдік ерекшеліктерін таниды оқушылар. Әрбір шығарманы оқи отырып, мысалы 7-ші сыныпта біз көптеген ақын жазушылардың өмірімен, олардың шығармашылығымен таныс боламыз. Мысалы, осы менің бағдарламамда
Абай Құнанбайұлының өмірі туралы жазылған, яғни Мұхтар Әуезовтің Абай жолы шығармасын соның бірінші қайтқанда тарауы бойынша талдау жасаймыз. Және қазіргі авторлардың өмірімен байланыстырып талдау жұмысын жасай отырып, оны орыс тілді сынып болғандықтан оқушылардың сөздік қорлары өздеріңіз білетіндей шорғақ болып өз ойын жеткізуде қиналады, бірақ соларға мүмкіндігінше жеңілдетілген түрде беріліп талдау жұмысын жасауға көмектесіледі. Яғни бағдарламада қолданылатын әдіс тәсілдер. Бұл жерде пікірталас, сұхбат, диалог, монолог түрінде өз ойын жеткізу. Яғни оқушылардың бойында сыни ойлау қабілетін дамыту мақсатында берілетін көптеген тапсырмалар қолданылады, әдістер қолданылады. Шығарманың авторлық бағдарламаның ақпараттық әдістемелік бөлімінде өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай коммуникативті, шығармашылық және ситуативтік әдіс, дифференциация әдісі және қайталау әдістері қолданылады. Жаңа өздеріңізге айтып кеткендей, нормативтік бөліміндегі бұндағы бірнеше сабақтың тақырыптарын қойдым. Яғни өздеріңіз білетіндей, бұл 34 сағаттық тақырып. Әдеби кейіпкерлер және сөйлеу дағдысы. Яғни бұл жерде кейіпкерлерді таниды, олардың іс-әрекеттерін талдай біледі. Кейіпкер мінезін тану, яғни олардың жасаған әрқайсысының іс-әрекеттерінің негізінде мінездеріне талдау жасап, өз ойын жеткізе білуге көмектеседі. Кейіпкер портреті, мен кейіпкермін, яғни бұл жерде оқушы өз атына монолог құрып, өзі кейіпкер ұнаған жағымды өзіне кейіпкер рөліне кіріп, сол кейіпкердің орнына өзін қойып, өзінің қандай да бір жағдаятта өзін қалай көрсететінін жеткізе білуге тырысады. Жаңа айтып кеткендей, Абай жолы роман эпопеясындағы кейіпкерлер және заманауи кейіпкерлер секілді тақырыптарды талдап, оқып, бірінші танысып оларды талдап, сол арқылы кейіпкерлердің іс-әрекетін, мінезін талдау жүргізе біледі. Яғни авторлық бағдарламам жалпы осы болып табылады. Оқушылардың бойында құндылықтарды дамытуға және сонымен қатар сөздік қорларын байытуға, шығармашылық қабілеттерін дамыта білуге, жеке жұптар, топтар жұмыс жасай білуге көмектеседі деген ниеттемін. Назар көп тыңдағандарыңызға рахмет.